Армысыздар, сіздермен Киномен. Бүгін біз жердегі жұлдыз атты фильмге шолу жасаймыз. Арнаға тіркеліп лайк басып комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Ал біз бастаймыз. Хватит таращиться на меня! Бегом за мячом! Бұл Ишан Авастин. Ол нашар үлгерімінің кесірінен 3-ші сыныпқа тағы да қалып қойды. Ишанның мектептегі кезекті күні былай басталады. Ол қорытынды тест тапсырып, сыныптағы ең төмен бағаны алады. Оған мұғалімдер де, тәрбиелеушілер де дауыс көтере ұрсады. Ишан өзін бір түрлі ұстағандықтан қатарластары да онымен араласпайды. Бала бұндай жағдайға қарамастан өзін көңілді ұстап, көше иттермен асыр сала ойнайды. Бірақ олардың ойыншықтары оның қорытынды тест екенін ұмытып, жыртып тастайды. Оның бала көңілі ас ішер алдын қолын жууды, жуынғаннан кейін кранды жабуды, күнделігіне ата-анасының қолын қойғызуды үнемі ұмытып кетеді. Ал баланың бауыры Йохан оның қарама қайшысы. Ол сабағында үздік, ата-анасының мақтанышы. Бауыры інісін жақтырмайтындай көрінгенмен бәрі керісінше. Ишанға дауыс көтермейтін жалғыз адам бауыры. Ух ты его почти собрал? Бір күні Ишан сабағын оқып отырып, көшеден иттердің дауысын естіп жүгіріп шығады. Ол иттермен әуре болып отырғанда көрші балалар доппен ойнап жүреді. Крикет тобы Ишанның маңына түскенде жолдастары қайта лақтыруын сұрайды. Бірақ Ишан қиыс кетеді. Бұл жағдай балалар басшысының ашуын келтіреді. Ол Ишанға допты тез әкелуін бұйырады. Хватит таращиться на меня! Бегом за мячом! Ишан бұндайда не істерін білмегендіктен үндемей тұрады. Үнсіз тұрған Ишан атаманның ашуын одан сайын күшейте түседі. Екеуінің арасында төбелес басталады. Бұл жағдайдан Ишан әрең қашып құтылады. Үсті басы көгерген Ишан үйіне жылап қайтады. Үй шатырына шығып ол батпырауық тауып алып, оны біраз ермек қылады. Біраз ойнағаннан кейін ол үйіне кірместен келеңсіз жағдайға тағы да тап болады. Дәлізден көрші әйел оның анасына балаң гүлдерімнің барлығын шағып тастады деп шағымданғанын естиді. Бұл көрші әйел Ишанды ұрған баланың анасы болып шығады. Үлкен бала өзін кішкене Ишан ұрып тастады деп өтірік айтады. Сол сәтте екеуінің арасында тағы да жанжал шығады. Ишан, отцепись от него, Ишан! Хватит! Ступайте, миссис... Әкесі баласына сенің үстіңнен барлығы шағымданады. Егер түзелмесең, интернатқа жіберемін деп уәде береді. Анасының Ишанға жаны ашып, жарасын емдеп жуындырады. Келесі күні азанда Ишанның әкесі іс сапарға бірнеше күнге аттанбақшы. Үй иесінің әйелі күйеуін жұмысына шығарып салып, сосын үлкен баласын сабағына жібергеннен кейін барып, кіші ұлы есіне түседі. Кішкене Ишан төсегінде тәтті ұйқыда жатады. Оның қиялы мен еркелігінен алдарқатып, тезірек мектепке жіберу үшін анасы оның не істейтінін үнемі есіне салып тұрады. Солай олардың күнделікті өмірлері басталады. Мектепте Ишанды кезекті қиындықтар күтіп тұрады. Сыныптағылар ұстазды тыңдап отырғанда Ишан терезеге қарап өз қиялымен отырады. Мұғалім оны тұрғызып, мәтінді оқуын сұрағанда, ол тапсырманы орындай алмайды. Ишан әріптер оның көз алдында билеп тұр дегенде бәрі оны күлкі етеді. Мұғалім оған сенбей, оқуын тағы сұрап айқайлайды. Оның бұндайға ерекше жауабы табылады. Громко и четко! Ишанды сыныптан шығарып жібереді. Келесі сабаққа кірген бала математикадан үй жұмысын жасамағанын есіне түсіреді. Амалы қалмаған Ишан қалаға қашудан басқа амал таппайды. Ол жерде көше сатушылары, құрылысшылар мен жаяу жүргіншілерді бақылап, жалғыздық пен тыныштықтан жаны ләззат алады. Үйінде Ишан бос уақыттың барлығында сурет салумен айналысады. Бірақ үй тапсырмасын анасына тексертер уақыт келгенде тек ұрыс естиді. Анасы бала қалайша барлық сөздерді қате жазғанына таңданады. Әйел баласының тағы сыныптан қалатынына көзі жетеді. Түн жарымда Ишан бауырын оятып, күндіз мектептен қашып кеткенін айтады. Бауыры қорқып кетеді. Сыртта жалғыз жүру өте қауіпті. Сені көлік қағып, немесе біреу ұрлап кетуі мүмкін дейді. Олар іс болды. Енді Ишанның бауырына деген өтініші бар. Ол бауырынан түсініктеме жазып беруін сұрайды. Может, ты мне объяснительную напишешь? Чего? Йохан басында бас тартқанмен інісінің өтінішін жерге қалдыра алмайды. Ол әдемі жазу мен түсініктеме жазғаны соншалық мектепте мұғалім өтірікті сезбей қалады. Мұғалім артынша оқушыларға 90 қорытындысына ықпал ететін математикадан экзамен береді. Ишан барлық балалар секілді тапсырманы орындау орнына ғарышта жүргенін қиялдап, тек бір тапсырманы орындайды. Оның өзі қате. Сол арада Ишанның әкесі іс сапардан оралады. Жас бала әкесінің келгеніне қатты қуанады. Бірақ оның қуанышы ұзаққа бармайды.
Кенет Авастин мырза еденнен әйелінің қолы қойылған түсініктемені тауып алады. Вот объяснительное. С твоей подписью. Өтірік ашылып қалды. Ишан әкесінің айқайынан кейін сабақта отырудың орнында қалада жалғыз жүргенін айтып береді. Бірақ бұл шындық оның әке-шешесі еститін жалғыз жаман жаңалық емес. Бірнеше күннен кейін олар директор алдында отырып, мұғалімдерден Ишанның оқу үлгерімі тым нашар екенін естиді. Ол алдыңғы жылдан бері алға жылжымай қателіктерін қайталай береді. Сөзді директор алып, бұл бала бұлай жалғастыра берсе, мектепте қалдырмайтынын, оны арнайы мектепке берген дұрыс екенін жеткізеді. Она думает, что мой сын умственно отсталый. Решила упечь его в специальную школу. Әкесі баласын ерекше балалар оқитын жерге апарғысы келеді. Сол себепті отағасы танысына хабарласып, ұлдарға арналған интернатқа жібермекші. Әйелі баласының отбасынан ешқашан алшақтамағанын, оның үстіне жыл ортасында басқа мектепке ауыстыру балаға ауыр тиетінін айтып, наразылығын білдіреді. Бірақ отағасының кіші баласының көз жасы да райынан қайтармайды. Бірнеше күнде Ишан қорқынышты түстер көріп, анасына интернатқа жібермей, әкесін көндіруін сұрайды. Анасы оның айтқанына көнгелі жүргенде, ол тағы келеңсіз жағдайға тап болады. Ол көрші бұзыққа от шашу лақтырып жібереді. Біраз уақыт өткеннен кейін бала тәртіпті қатал ұстанатын интернаттан бірақ шығады. Ишанның жаңа өмірі басталады. Ол бұрынғысынша жалғыз. Бала әке-шешесі не үшін тастап кеткенін түсінбей үнемі жылайды. Сол уақытта анасы да үйінде орын таба алар емес. Ол баласының отбасынан алшақтатып салған суретін тауып, дұрыс әрекет жасағандарына күдігі туындайды. Интернатта Ишанға алдыңғы мектебінен бетер көп шағым түсе бастайды. Енді оны тек үлгерімі нашарлығына ғана емес, сонымен қатар галстук таға алмағанын да ұрсады. Сыныпта оны үздік оқушы Раджанның жанына отырғызады. Ол Ишанның көңілін көтергісі келеді. Раджан оған бұл интернат барлығына бірдей жаза емес, осы жерден де жақсы дүние табуға болады дейді. Бірақ саған бәрі айқайлап, балалар мазақ етіп, сурет сабағының мұғалімі нашар суретің үшін алақанынан сызғышпен ұрса, жақсы дүние табу әрине қиын. Сол себепті Ишан одан бетер тұйықтала бастайды. Оған әке-шешесі кездесуге келгенде, олармен сөйлесуден бас тартып, алаңда жүгіріп жүреді. Ол тіпті ағасы Йохан сыйлаған бояулар жиынтығына да қуанбайды. Бала сабаққа енді барғысы келмейді. Әсіресе сурет сабағына. Бірақ бұрынғы қатал мұғалімді Жаңа Зеландияға жібергендіктен орнына жаңа мұғалім келетін болып шығады. Раджан Ишанды алдарында не күтіп тұрғандарын сезбестен сабаққа қуана кіргізеді. Жаңа мұғалім басқаларына мүлдем ұқсамайды. Ол сабаққа сайқымазақ киімімен сырнайда ойнап кіреді. Балалармен өлең айтып, оларға ойларыңа не келсе соны салыңдар дейді. Бірақ Ишан көңілді қойылымға мән берместен қолына бояуды алудан бас тартады. Келесі күні мұғалім Раджаннан неге парталасы тым тұйық екенін сұрайды. Бала Ишан жақында ғана келгендіктен үйіне қайтқысы келіп жүргенін айтады. Рам мұғалім баланы кім жыл ортасында басқа мектепке ауыстырады деп таңданады. Сонда Раджан оның әріп танымай жазу білмегендіктен бұрынғы мектебінен шығарып жібергенін жеткізеді. Рам мұғалімдер бөлмесіне асыға келіп, Ишанның дәптерін қарап, қатты таң қалады. Бала бір сөзді 3 тәсілмен жазған. Кейін Рам өзінің көп уақыт өтетін ерекше балалар оқитын арнайы мектепке барады. Мұғалім ол жерде серіктесіне интернаттан өзіне ұқсайтын баланы кездестіргенін айтады. Бала ештеңе айтпағанымен көздері көмек сұрап жалбарынғандай болады дейді. Рам көп ойланбастан Ишанның ата-анасымен сөйлесуге аттанады. Мұғалім ол жерден көптеген суреттерді көріп, кім салғанын сұрайды. Ишанның анасы кіші ұлы екенін айтқанда ер адам таң қалады. Себебі бала сабақта ештеңе салмаған. Рам оның әке-шешесінен баланы неге алысқа жібергенін сұрайды. Әкесі олардың басқа малдары қалмағанын, ол тіл алмайтын жалқау болып кеткенін, олай істемесек 3-ші сыныпты тағы бітіре алмайтынын жеткізеді. Бірақ Рам бұндаймен келіспейді. Ол бұл мәселелерінің барлығы себеп емес, белгілер деп ойлайды. Мұғалім баланың жіберген қателіктері бір-біріне ұқсас әріптерден шатастыратынын түсінеді. Балада дислексия. Бірақ Ишанның әкесін бұндай жауап қанағаттандырмайды. Ол бұның барлығы тек сылтау екеніне сенімді. Сонда Рам Авастин мырзадан қораптағы қытайша жазуды оқуын сұрайды. Ер адам оны оқи алмаймын дегенде оған дауыс көтеріп ұрсады. И с этим Ишану приходится сталкиваться каждый день. Рам оларға Ишан дислексияның кесірінен оқып жазу ғана емес, сонымен қатар қарапайым үй жұмыстарын да атқара алмайтынын жеткізеді.
баланы ешкім түсініп, қолдау бермегендіктен не сезініп жүргенін айту қиын. Мүмкін сол себепті де бала сурет салуын тоқтатуы мүмкін дейді. Бірақ Авастин мырзаға баласының сурет салғаны маңызды емес. Ол Ишанның сауаты ашылып, жетістікке жеткенін қалайды. Ал Рамның барлық бала бірдей емес, ал Ишан ерекше бала дегеніне жауабы табылмайды. Келесі күні мұғалім Ишан салған суретті әкеліп балаға жасырын көрсетеді. Содан кейін оқып жаза алмайтын ерекше бала жайлы оқиғаны айтып береді. Ол жан-жағындағылардың мазағына қарамастан есейгеннен кейін әйгілі адам болған деп Альберт Эйнштейннің суретін көрсетеді. Рам балаларға кішкене күндерінде әріптермен жолдас болмаған көптеген атақты тұлғалар жайлы айтып береді. Олардың ішінде Леонардо да Винчи, Уолт Дисней, Пабло Пикассо және Агата Кристи бар. Мұғалім бұл оқиғалармен балаларға кейбір балалар әлемге басқаша қарайтынын айтқысы келеді. Және бұнда тұрған ешқандай жаманшылық жоқ. Егер сені ешкім түсінбесе, сен ештеңеге жарамсызсың деген сөз емес. Содан кейін Рам балаларға бүгін табиғат аясында сабақ болатын жеткізеді. Бірақ сыныптан шықпас бұрын жанына Ишанды шақырады. Ол дислексияға шалдыққан адамдар арасында аса танымал емес бір адамды айтуды ұмытып кеткенін айтып, өз есімін жазады. Ол да бала күнінде оқудан нашар болғандықтан әкесі оны пайдасыз деп санаған. Бірақ ол есейіп барлығында үйренген. Солай мейірімді мұғалім Ишанды ынталандырып қояды. Сабақта ол қайық жасап, оны су бетіне жіберіп, сыныптастарын таң қалдырады. Рам интернат директорына келіп, Ишанның үлгерімі жайлы сөйлескісі келетінін айтады. Директор мұғалім басқалары секілді Ишанға шағымдануға келді деп ойлайды. Ол Ишанды мектептен шығару туралы ойлап та жүрген. Бірақ мұғалім оның сөзін бөледі. Ол баланың интеллектісі жоғары деңгейде, бірақ жазуда қиындыққа тап болады дейді. Мұғалім Ишанды арнайы оқу, жазу әрі математикаға аптасына бірнеше сағат үйретуді ұсынады. Ал қалған ұстаздар баланы тек ауызша оқыту керек. Директор мұғалімнің жоспары іске асатынына сенбейді. Бірақ Рам оған баланың салған суретін көрсетіп, Ишанға екінші мүмкіндік беруге көндіреді. Ну что ж, надеюсь, хуже от этого не станет. Рам мен Ишанның арнайы сабақтары басталады. Олар жазуды бояумен әрі құммен жазып үйренеді. Солай бала қарқынды түрде жақсы нәтиже көрсете бастайды. Енді ол сөйлемді мүдірмей оқып, қатесіз жазады. Ол тіпті өз еркімен киімін киіп, бауын байлайды. Бірнеше айдан кейін Рам мектепте сурет салу өнерінен жарыс өткізеді. Байқауға жүздеген оқушылар мен интернат мұғалімдері келеді. Тіпті Рамды сурет салуға үйреткен ұстазы да келді. Тек Ишан ғана жоқ. Ұстазы қобалжи бастайды. Ал Раджан оған досы мектептен азанда кетіп қалғанын айтады. Рам сүйікті шәкіртінің келетінінен үмітін үзе бастағанда Ишан байқауға келеді. Ол барлығынан алшаққа отырып, бауыры сыйға берген бояуды алып, азанда арнайы көрген жерін қағаз бетіне түсіре бастайды. Ұстазы бейнені көріп, керемет суретке тамсана қарайды. Ол өзі де осы уақытқа дейін ерекше бейне салуда. Қорытынды шығаратын уақыт келді. Директор байқауға арнайы келген қонақ Ладжми ханымға екі портрет арасында таңдау қиынға түскенін хабарлайды. Ол ұстазы мен шәкіртінің жұмысын таңдауда. Бірақ ұзақ ойдан кейін ол жеңісті Ишан Авастинге береді. Балалар мен ұстаздар жас талантқа қол соғуда. Бірақ ол барлығының назарынан ұялып, көпшілік арасына тығылып қалады. Не болса да ерік жігерін жиған Ишан сахнаға шығып, Рамның ұстазының қолынан марапаттауды алып, өзінің ұстазын құшақтап тұрып, көзіне жас алады. 90 аяқталып барлығы үйлеріне қайтуда. Ишанның ата-анасы интернатқа келіп, директормен кездеседі. Ол ата-анасында бастапқы бетте балалары салған сурет, ал соңғы бетте ұстазы салған Ишанның портреті бейнеленген жылдық мектеп қорытындысын көрсетеді. Енді Ишанды пайдасыз деп таныған мұғалімдер де, балалар да оны қатты үлгі тұтады. Бала ұстазымен келесі оқу жылына дейін қоштасып, жазғы демалысқа бақытты болып шығады. Арнаға тіркеліп лайк басып комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Сіздермен Киноман.